Баршаңызға қайырлы күн қыздар, сіздермен Жансая. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі жылдам дайындалатын пирогтың рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен қойылатылған сүтіміздің үстіне сұйық майымызды, жұмыртқамызды, сүтімізді құйып, барлығын біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Енді алдын ала електен өткізілген ұнымызға қопсқышымызды қосып, барлығын салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Біздің массамыз осылай біркелкі болып шығуы керек. Енді оны кез келген формамызға құйып, қызып тұрған пешке 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша дайындап көріңіздер. Егер де парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп алыңыздар.